Бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы. Келесі сабағымыз Анар ханым ғылыми стильдің ауызша формасы жайлы айтпақпыз. Сөз өзіңізде. Рахмет, Самат. Ғылыми стильдің ауызша формалары деген кезде ең алдымен мынау конференциялардағы баяндамалар ойға келеді, кез келген адамның. Немесе бір үлкен ғылыми пікірталас, пікір алмасулар кезіндегі ғалымдардың сөздері. Тек қана ғалымдардың емес, мысалы, егер оқушылар өздері сабақ айтқан кезде ғылыми стильге сүйенеді. Мұғалімдер белгілі бір тақырыпты өз пәні бойынша түсіндірген кезде, оқушыларға ауызша түсіндірген кезде, осы ғылыми стильдің ауызша формасында сөздері қолданылып шығады. Енді қараңыз, мынау ғылыми стильдің ауызша формасының өзіне ғана тән ерекшеліктерді білсеңіз, сіз осы стильдегі мәтінді дайындауда онша көп қиналмайсыз. Ең бірінші белгісі ол нақтылық, дәлділік. Сосын кейін объективті дүние туралы неғұрлым өзіңізді қатыстырмай айту ғылыми стильдің ауызша формасының бір ерекшелігі. Мысалы, өзіңді қатыстырмай айту деген сөз неғұрлым өзіңіздің сол айтып тұрған затыңызға қатысты көзқарасыңызды, эмоцияңызды білдірмеуге тырысу керек. Ол бірінші талабы ауызша ғылыми сөздің. Енді дәлдікпен қосқан кездегі. Одан кейінгі тағы бір негізгі талаптарының бірі, сол сіз сөз қозғап отырған мәселеге қатысты ұғым, түсінік, құбылыстың барлығын атауларын жүйелі түрде беру. Мысалы, сіз тілтанымдық проблеманы талқылап жатқан кезде тілтанымға қатысты ұғымдарды қолданасыз. Мысалы, сөз туралы психологиялық та зерттеулер бар. Тілтанымдық емес, психологиялық. Енді психологияны жантаным деп жүр ғой. Жантанымдық ұғымдарды сіз араластырмайсыз оған. Өйткені сіз оны бір қырынан тілтанымдық тұрғыдан қарап жатырсыз. Сол сияқты осындай ғылыми стильге тән белгілер бар. Енді мысал келтіретін болсақ, қараңыз, көркем әдебиет стилінде немесе сөйлеу стилінде мысық туралы айтылатын мәтінде оған қатысты былай айтылған. Тарғыл мысық, пеш үстінде отырған мысық, көрші үйдің қара мысығы деген сияқты қолданыстар. Бұл менің айтқанымнан ақ сіз бұның ғылыми стильге тән емес екенін біліп тұрсыз. Ал егер сүтқоректілер класының мысық тұқымдастар отрядына жататын үй жануары десе, мен қай стильде сөйлеп тұрмын? Ғылыми стильде. Бірден білдіңіз, өйткені ол жерде ақиқат дүниенің объектісі ретінде сипатталып тұр мысық. Одан кейін мынандай сөз. Ой, мысалы, мен бүгін бір қызық жай көрдім. Сол жайға қарап, бұрын ойламаған нәрселерімді түсіндім. Енді тура осы ақпарат. Біздер бұрын анықталмаған қызық құбылысты байқадық. Бұл құбылысты зерттеу барысында бұрын соңда айтылмаған білімдер жүйесі анықталды. Бірақ бірақ екеуі екі түрлі стильде дайындалған. Соңғысы ғылыми стильде дайындалған. Қарапайым адам үшін енді қиындау. Соңғысы ғылыми стильде дайындалғаны, ол жерде ешқандай эмоция жоқ. Одан кейін ол жерде мен деген сөз жоқ, байқасаңыз. Біз деген сөз бар. Сосын ырықсыз етіс. Ылды, айтылды, жасалды, байқалды, анықталды, зерттелді. Зерттедім, анықтадым, байқадым, көрдім деген сияқты бірінші жақта қолданыстар жоқ. Міне, ғылыми стильдің ауызша формасында осындай талаптар қойылады. Түсінікті, Анар ханым, көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.